Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Нұржес. Бүгін сіздерге бір ғана ингредиенттен тұратын балмұздақтың рецебін ұсынамын. Құрамында ешқандай тәтті өнімдер жоқ, өте пайдалы әрі дамды. Бізге бір банан керек болады. Сіздер если көп количествода жасағыларыңыз келсе, 2-3 банан қолдансаңыздар болады. Ендеше бананымыздың қабығын ашып, турап аламыз. Алдын ала тарелкаға пленкамызды жабыстырып қоямыз. Туралған банандарды осылай орналастырып аламыз тарелкамызге. Мінекей орналастырып алдық. Үстінен пленкамызды жауып, жақсылап жабыстырып дайындап аламыз. Одан кейін 2-3 сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Мен 3 сағатқа қойдым морозильникке. Қатырылған банандарды алып, бір-бірлеп блендерға салып аламыз. Мінекей барлығын салып алдық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Менде осындай блендер. Сіздер әртүрлі коктейль жасайтын блендерді қолдансаңыздар да болады. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Мінекей қараңыздар, блендермен араластырған кезде балмұздақ тәріздес қоймалжың пайда болады. Оның үстіне какао салып, какаомен тағы да блендермен араластырып алдым. Менде шоколадный балмұздақ. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі жидектер салып, немесе құлпынай салсаңыздар, малина салсаңыздар, цветі қызыл болып, қызыл түстес мороженое пайда болады. Ал менде шоколадный мороженое. Мінекей біздің балмұздақ дайын, өте оңай дайындалады. Осы рецептпен обязательно жасап көріңіздер. 1 минутта дайын болады. Блендермен араластырғаннан кейін өте оңай. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий жаза кетіңіздер.